саламатсыздарбы? Отурыңыздар. Сонымен балалар, бүгінгі сабаққа көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Жарайды, егер көңіл-күйлерің жақсы болса, тамаша болса, онда бүгін біз ашық сабағымызды бастайық. Сонымен сіздерге мынандай нәрсе сұрақ бере қойыңызшы. Адамның ағзасы неге тұрады? Бір-біреуден бұлшық еттен дейді, тағы да судан тұрады екен, тағы да сезім мүшелері. Жарайды, адам ағзасы жаңағы мүшелерден тұрады екен. Бұл мүшелер бізде химиялық қосылыстардан тұрады, да? Яғни біз өткен сабақта химиялық элементтерді өткен едік. Енді сол бойынша кішкене сіздермен тақтада жұмыс жасай қояйық. Сабағымызды жасамас бұрын, ал енді тақтаға қарайық. Сонымен біз химиялық элементтерді өткен едік. Өткен сабақта осы үй тапсырмасы бойынша кішкене жұмыс істейміз да, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбына тоқталып кетеміз. Сонымен сабақтың тақырыбы атомның құрылысы мен құрамы мен құрылысы және изотоптар. Сабағымыздың мақсаты, яғни элементтерді өттік, сол элементтерге жеке-жеке тоқталып, атомның құрылысына сипаттама береміз. Яғни протон, электрон, нейтрон және олардың атомдағы орналасу тәртібін, массасын, зарядын білуіміз керек бүгін сабақта. Және 20 элементке сипаттама береміз. Протон, нейтрон, электронға сонымен бірге изотоп деген жаңа түсінік қабылдайды екенбіз. Ал енді сыныппен мынандай жұмыс өткізе қояйықшы. Тақтаға шығып жұмыс істейміз. Кейбіреулердің орындарында да отырып істеуге болады. Сонымен біз қазір LibreWorksheet деген сайтқа кіреміз де жаңағы элементтерге сипаттама берейік. Direction enter the symbol for each elements in the space provided. Яғни тақтада элементтер берілген, осы элементтерді қазір таңбалардың түрінде жазайық. Ал тақтаға кім шығады? Ержан шыға ғой. Карбон, көміртек. Отыра ғой. Келесі. Айкөркем. Екі элементтен жазсақ болады. Магнезий, магний. Және қандай элемент? Көп көрілген. Осы элемент отыра ғой. Ал егер шыға ғой. Так, мұнда бізде берілген элементтің ағылшынша. Так, қандай элемент? Айрон, темір. Жарайды, тағы да. Нитроген, азот. Нитроген, азот отыра ғой. Тамаша. Так, келесі. Ақерке. Зинк. Хлорид. Алюминий. Ал, қарайық тағы. Ал, исламик шыға ғой. Қандай элемент жазасын? Гелиум, Бұл қандай элемент? гелий, Яғни оксиген, оттек, оттек. Так, отыра ғой. Айдын жашық. Содиум, натрий, Натрий. Так, сильвер, күміс, күміс. Тағы да бір элемент жаза ғой. йодан, йод, Йод, жарайды, отыра ғой. Келесі. Так, ал айдын шығады. Қалғандарын орындарында отырып істесеңдер болады. Флорин, хлор. Флорин, фтор. Дұрыс, магний дұрыс деп істе, магний дұрыс істеңдер. Қазыналар істеп жатқан. Так, орнымызда да істеуге болады, орындауға. Ержан, сен басарпен жазу керек еді. Так, жазып отырмыз ба, балалар? Орнымызда да орындауға болады.
Ал енді соңғы элементтерді анықтай қоямыз. Кім шығады? Әберке. Кальциум, калий. Хорошо. Және келесі элемент. Силициум, кремний. Жарайды, отыра қойыңыз. Ал енді балалар, келесі орнымызда отырып, жылдам маған мына тапсырманы орындай қоямыз. Қаныш. Келесі тапсырманы орындаймыз. Так, орындарымызда отырып, жылдам орындаймыз. Орындықта партаның ішінде бізде ноутбукта осы жұмыстың жалғасы бар. Екінші тапсырмамызды орындаймыз. Онда біз не істеуіміз керек? Directions. That edge component name to the formula that represent it. Яғни орнына жылжытып, анықтаймыз қосылыстарды. Ал бастаймыз. Kan, орындап жатырмыз ба? Қайық шыққан. Финишті басамыз. Басқан кезінде экранда мынандай ұлғайтқыш шығады. Осы ұлғайтқышты басамыз. Сол кезде сіздердің жұмыстарыңыздың қорытындысы шығады. Қан. Ал сонымен жұмысымызды басып көрейік. Финиш көрейік балалар. Ұлғайтқышты басамыз. Бастық па? Енді жоғары қарай түсіреміз. Сонда біздің жұмысымыздың қорытындысы шығады. Сонымен Мөлдір мен Ильяста 10 балдың 9-ы дұрыс екен. Көрейік. Енді жоғары қарай жылжытамыз. Бастық па? Так, лупаны бастық. 10-ы дұрыс екен. Тамаша. Ал сонымен балалар, элементтер тақырыбы бойынша үй тапсырмасын тексеру барысында қандай жетістікке жеттік айта қойыңызшы. Сіздерді айтып өткен неше? 10-ның 9-ы дұрыс екен да? Так, Айгүл? 10-ның 9-ы дұрыс. 10-ның 9-ы дұрыс. Кімде 10-ның 10-ы дұрыс? Так, Ержанда 10-ның 10-ы дұрыс, және Арайлы мен Аяжанда. 10-ның нешеуі дұрыс? 9-ы дұрыс. Жарайды, жеткілікті. Біз енді үй тапсырмасын қайталап болдық. Яғни элементтер жайлы ақпарат есімізге түсті. Енді дәптерлерімізді ашамыз да бүгін күнді жазамыз. Бүгінгі жердің тақырып өзгеріп. Атомның құрамы, құрылысы, изотоптар. Бүгін күнді жаздым. Тақырыбы, сабақтың тақырыбы, атомның құрамы мен құрылысы, изотоптар. Ал енді әрі қарай тыңдаймыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты не істеуіміз керек? Біз сабақ барысында өткен тақырыптағы элементтердің атомдық құрылысына тоқталамыз. Яғни оның жаңағы құрамында неше электрон, протон, нейтрон бар екендігін анықтап үйренеміз. Сонымен бірге изотоптар туралы түсінік қалыптастырамыз. Және Менделеевтің периодтық жүйе кестесіндегі 20 элементке осы атом құрылысын жазуды үйренеміз. Енді сабақ барысында біз сабақты бағалау, жаңа үй жұмысын орындаған кезімізде сіздер тақтада және ноутбукта жұмыс істедіңіздер. Неше балл алғандарыңызды дәптерге
түртіп отырамыз. Өйткені сабақтың соңында осы істеген жұмыстарым бойынша бағалаймын. Ал сонымен ары қарай сонымен 20 ғасырда атом құрылысы айқындалып, оның құрылыс теориясы ұсынылған екен. Яғни ғалымдар атомның ядродан және оның айналасын қозғалып жүретін электрондардан тұратынын анықтады. 1911 жылы Эрнест Резерфорд, яғни осы атомның құрылысы бойынша атомның планетарлық моделін жасаған екен. Яғни мұнда суретте қарап отырсаңыздар, жаңағы планетарлық модель ұсынған мынадай болды. Дәл ортасында ядро, яғни элементтің атом ядросы, бұл плюс зарядталған болды, ал оның айналасында қозғалып жүретін электрондар теріс зарядталды. Сонымен электрон теріс зарядталған ең кіші бөлшек, оның заряды өлшем бірлігі ретінде қабылданған екен. Атом ядросы, ядро заряды химиялық элементтің қасиетін сипаттайтын ең кіші бөлшек екен. Ядро құрамына протондар мен нейтрондар деп аталатын бөлшектер кіреді екен. Яғни, ал енді дәптерге жазамыз. Мен сіздерге қалай белгіленуін жазайын. Сонымен тақтаға қараймыз да, алып жазамыз. Бұл дегеніміз бұл протон екен. Дәптерге жазамыз. Протонның белгіленуі ағылшынша қарайтын. Ең дегеніміз бұл нейтрон. Е дегеніміз электрон екен. Біз алдыңғы сабақта өткен атомдық масса жайлы да жаңағы жазып кетеміз есеп шығару барысында. Сонымен атомдық масса немесе оны салыстырмалы атомдық масса дейміз. Оны да жазып кетеміз. Атомдық масса. Жазып балалар. Ядро құрылысын жазған кезімізде осындай шамаларды қолданады екенбіз. Яғни протон деген бөлшек бар екен, оны П деп белгілейміз. Нейтронды N, электронды Е және атомдық массаны. Сонымен атомның ядро заряды химиялық элементтердің қасиетін сипаттайтын маңызды бөлшек дедік. Оларды біз белгілеп өттік. Жаңағы нейтрон, протон, электрон деп. Сонымен бірге бізде Z деген әріпті қолданамыз. Бұл элементтің реттік номері. Жазып қойыңыздар дәптеріңізге. Z элементтің реттік саны екен. Жазып па? Ал жазып болсақ, тақтаға қараймыз ары қарай. Ядродағы протондар саны элементтің реттік номеріне тең деп жаңа айтып кеттік. Оны Z деп белгілейміз. Мысалы, оттегін алатын болсақ, оттегі элементінің реттік номері 8, атомдық массасы 16 да. Яғни бұл жерде біз нейтрон санын табатын болсақ, яғни мынандай формуланы қолданады екенбіз. Қазір ал дәптеріңді ашып жаза қойыңдар. Нейтронды табуымыз үшін біз мынандай формула қолданады екенбіз. N тең атомдық массадан аламыз элементтің реттік номері. Сонымен, егер біз жаңағы темірді алатын болса, бұл элементтің реттік номері бізде 26 екен. Жаңа айтып кеттім, ядро заряды бұнда плюс зарядты болады. Атомдық салмағы 56. Енді мына формулаға қоятын болса, темірдің жаңа нейтрон санын анықтайтын болса, яғни 56-дан аламыз 26-ны. Сол кезде бізде 30 шығады екен. Сонымен мына жерге жазамыз. Темірде протон санын, нейтрон санын және электрон санын анықтауымыз үшін жаңа айтып кеттік. Нейтрон саны бізде 56-дан 26-ны алған кезімізде 30 шықты.
Ал енді темірдің реттік номері, яғни оның протон санына және электрон санына тең екенін былай жазуға болады екен. Ал дәптерлерді көшіріп алыңдар. Есеп шығару барысында түсінесіздер. Ал жазып болғанымы, енді тақтаға қараймыз. Тақтада мен Менделеевтің таблицасын шығарып қойдым, кестесін. Осы кесте бойынша қазір жұмыс істейміз. Элементтердің жаңағы атом құрылысына есептер шығарамыз. Тағы да бір элементке мысал келтірейік. Мысалы, оттегін алайық. Периодтық жай кесте бойынша оттек бізде мұнда орналасқан. Реттік номері 8, атомдық салмағы 16. Ал енді жазайық. Оттегінің ядро заряды сонда 8 болады. Атомдық салмағын үстіне жазамыз. Енді протон және нейтрон, электрон саны анықтайтын болса, жаңағы формулаға қоямыз. N тең AR алу Z, яғни реттік номері. Сонымен оттегінің атомдық салмағы 16. 16-дан реттік номерді алсақ 8, сонда 8 шығады екен. Бұл тапқан санымыз нейтрон саны 8. Протон мен электрон саны біз жаңа айтып кеттік. Элементтің реттік номеріне тең деп. Сонымен жауабы мынандай атомдық құрылыс шығады екен. Ал түсінікті ме? Сонымен атом құрылысындағы нейтрон мен протон бізде жаңағы ядрода кездесетін бөлшек екенді. Мына есепке қарап отырсаңыздар, протон мен электрон саны элементтің реттік номеріне тең екен, ал нейтрон атомдық салмақтан зарядты алғанға тең екен. Ал қайсымыз есеп шығаруға тақтаға шығамыз? Бар ма? Бір оқыс шығыңдар шыққан. Ай көркем шығаршы. Периодтық жай кестесін қолданып шығара қойып, мысал ретінде натрийді жаза қой шыққан. Натрий элементі. Мында сөйлейміз. Натрийдің реттік номері 11. 11. Және де атомдық салмағы 23. 23. Протон, нейтрон, электронды жазамыз. Протон мен электронның саны 11. 11-ді қайдан алды? Атомның ядросы. Атом ядросынан алды. Енді нейтронды табу үшін атомдық массадан атомдық зарядты аламыз. Яғни 23-тен. 23-тен нені алды? Атомдық зарядты. Яғни 11-ді. Сонымен неше нейтрон шықты? 12. 12 нейтрон шықты. Отыра ғой. Тамаша. Жалпы түсінікті ма балалар? Енді әрі қарай атомның құрылысы бойынша тағы біз бүгін айтып кеттік, изотоптар жайлы түсінік береміз дедім да. Сол изотоптарға кішкене тоқталып кетейік. Табиғатта массалары әртүрлі бір элементтің атомдардың түрлері болатын зерттеулер нәтижесінде көрсетті. Яғни ол деген сөз табиғатта бір элементтің бірнеше түр өзгеріс кездеседі деген сөз да. Мысалы, көміртектің 12, 13, 14 деген изотоптары болады екен. Ал оттегінің 16, 17, 18 деген изотоптары болады екен. Бұл жаңағы элементтердің көміртегі және оттегінің атомдардың ядросында протондар саны бірдей болады, бірақ нейтрондар саны әртүрлі болады. Ядро заряды бірдей, бірақ атомдық массалар әртүрлі. Бір элемент атомдардың түрін біз изотоптар дейміз. Сол изотоптарға, мысалы, бізге кең танымал сутекті жазайық. Сутектің 3 изотопы бар. Ал енді дәптерлерімізді ашамызды әрі қарай жазайық.
Сонымен сутегінің изотопын жазайық. 1,1 деген түрі кездеседі екен. Сутегінің 1,2 және сутегінің 1,3. Так, онда 1 дегеніміз бұл бізде 1 төменгі сандар бұл сутегінің реттік нөмірі білесіздер. Ал жоғарыда тұрған бұл сутегінің изотоптары, яғни атомдық салмағы әртүрлі элемент, әртүрлі кездеседі екен. Яғни біріншісі аталады екен проторий, жазамыз дәптерге. Екіншісі дейтерий және третий. Жаздық па? Сонымен сутегінің изотоптары протий, дейтерий және третий. Яғни осы элементтердің атомдық құрылысын жазатын болса, мысалы дейтерийдің атомдық құрылысын жазатын болса, 1,2 дейміз. Протон, нейтрон және электронды анықтайтын болса, яғни протон саны 1,1 болады екен. Нейтронды анықтаса, яғни атомдық салмақтан аламыз реттік нөмірді. Тең болады бізде 2 алу 1-ді тең 1. Яғни 1 нейтрон болады екен онда. Жазып қойды. Егер протийді алатын болса, қалай ойлайсыңдар? Нейтрон саны нешеге тең балалар? Тақта қараңдаршы. 0-ге тең болады, дұрыс айтады. Ал егер третийді алатын болса, 2-ге тең болады. Жарайсыңдар. Жазып па? Ал енді жазып болсақ, тағда мынандай түсініктеме беріп кетеді. Мысалы, хлордың табиғатта изотоптары бар. Сол изотоптарының біреуі 75%-да кездеседі екен, екіншісі 25% болып кездеседі екен. Ал хлор жаңа айтты, 75%-дық кездеседі екен, және хлор 25%-дық изотопы кездеседі екен. Егер осы хлордың атомдық орташа массасын табатын болса, яғни 35-ті көбейтеміз 0,75-ке. Қосамыз 35-ті көбейтеміз 0,25-ке. Сол кезде бізде ортақ шама шығады екен 35,543. Сондықтан біз Менделеевтің периодтық жүйе кестесінде хлордың салыстырмалы атомдық массасы тең 35-те 5 деп алады екенбіз. Түсінікті ма балалар? Яғни периодтық жүйе кестесі бойынша тек хлорда ғана атомдық масса үтір арқылы беріледі екен. Ал енді Менделеевтің периодтық жүйе кестесіне қарай қояйық. Ал мында қараймыз балалар. Сіздер оқулықтың бірінші бетін ашамызда мынандай тапсырма сұрақ берем сіздерге. Периодтық жүйе кестесі бойынша қарап отырсаңдар, элементтің атомдық массалары бірінен кейін бірі артып отыр. Аштық па кестелерді? Ал қанайта қойыңдар, сутек нешеге тең? 1-ге тең. Гелий 4-ге тең. Литий бериллий, бор, көміртегі, азот, оттегі, фтор. Келесі үшінші периодқа өтеміз. Натрий, магний 24-ке, алюминий, кремний, фосфор, күкірт, хлор 35,5 дедік жаңада, аргон
39, да? 39 емес 40 қараймыз дөңгелектеп алғанда. Ал калийде неше? 39. Яғни енді мында қараңдар. Сіздер байқаған шығарсыздар, да? Элементтер бізде периодтық жүйе кесте бойынша атомдық салмағы артып отырды, да? Енді аргон мен калийға келгенде атомдық салмақтары не істеп отыр? Керісінше тұр, да? Яғни аргонда 40, калийда 39. Яғни бұның неге жаңағы керіс орналасқанын түсіндіретін болса, яғни бұл аргон мен калийдің жаңағы изотоптарына байланысты, яғни калий элементінің изотопына байланысты деген сөз. Калийдің атомдық салмағын орташа есебін есептеген кезінде жаңағы аргоннан кіші болып тұр. Ал бірақ ядро заряды аргонға қарағанда калийда нешеге тең болып тұр? 29-ға тең болып тұр, да? Сондықтан біз калийді аргоннан кейін орналастырамыз. Келесі телур деген элементті табайық шыққаны. Таптыңдар ма? Телур иодтың алдында тұрған элемент. Таптық па? Телур элементі атомдық салмағы нешеге тең балалар? 128. Одан кейін орналасқан элемент? Иод. Оның атомдық салмағы? 127. Ал тағы да сұрақ қоямыз, да? Яғни атомдық салмағы телурда иодқа қарағанда артық. Оның алдында көп болып тұр, да? Яғни атомдық салмағының артық болып кестеде алдында тұруы телурдың изотопына байланысты екен. Табиғатта телурдың 8 изотопы бар екен. Осы 8 изотоптарының массаларын қосып, атомдық ядросына бөлген кезінде, яғни телурдың атомдық массасы иодтың атомдық массасынан көп болып тұр. Ал бірақ ядро заряды телурда 52, иодта 53. Сондықтан телур бізде иодтың алдында жазылған екен. Түсінікті ма, балалар? Сонымен изотоп дегеніміз не екен, балалар? Айтып кетейікші. Ядро заряды бірдей, бірақ атомдық массалары әртүрлі бір элемент атомдарының түрі өзгеріс изотоптар деп аталады. Изотопты жайлы Айкөркем айтып кетті. Енді дәптерге ережесін жаза қойыңыз, да? Оқулықта ережесі берілген екен. Яғни изотоптардың дегеніміз ядро заряды бірдей, бірақ атомдық массалары әртүрлі болып келетін. Өзгерген элемент. Жазып болса, енді тақтаға элементтерді атомдық құрылысын протон, нейтрон, электронды жаза қояйық. Ал бүгінгі сабақ бойынша қалай түсінгенімізді анықтау үшін сіздермен есеп шығарайық. Ал тақтаға кім шығады? Бүгінгі жаңа тақырып бойынша агентке шығару шығар. Бізге магний элементінің протон, нейтрон және электрон санын анықтаймыз, сөйлейміз. Атомдық массасы 24. 24. Дұрыс. Үстіне жазамыз. Атомдық номері 12. Заряды плюс болады. Магний элементінің протон, нейтрон, электрон анықтаймыз. Протон және электрон саны атомдық Реттік нөміріне тең. 12 болады. Ал нейтронды табу үшін атомдық массадан реттік нөмірді азайтамыз. Яғни 24-тен 12-ні азайтамыз. жауабы 12 болады. 12 шықты. Нейтрон саны 12. Тамаша. Отыра ғой. Келесі алай шығады. Таблицаны қолданымызда қандай элементті? Сіз бізге жаза қойыңыз, фосфорды жазыңыз шыққан.
0. Атомдық массасы 15. Атомдық массасы дұрыстап қараймыз. 30. Төменгі жақта орналасқан 31. Дұрыстап қараймыз. Нені анықтаймыз? Протон, нейтрон, электронды. Протон, нейтрон, электронды анықтаймыз. Протон мен электронға атомды зарядын жазамыз. Нейтронды табу үшін атом... Қаным, сіздер жазыңыздар. Жарамын десекті. Атомдық массадан нені алдық? Электр нөмірін. Яғни 31-ден алды 15. Неше шығады? Неше шығады? 16. Айгүл, не болды сізге? 16. Отыра ғой. Так, жазып отырмыз ба? Келесі, маған мынандай элементтерді жазамыз. Бор. Так, мен тақтар жазып қоямын. Оттегі, азот, калий, йод жазайық, мырыш, литий, тор, алюминий. Қанда келемізді орындаймыз. Алюминий, кремний, бериллий, марганец. Мен балалар, тамаша мұны тақтада берілген элементтерін жазып шықты. Протон, нейтрон және электрон сандарын. Шығаруымыз дұрыс. Сабақты жақсы түсінген екенсіздер. Енді бұдан бөлек қазір біз ноутбукты қосамыз да жаңағы LiveWorksheet деген сайтқа кіріп ары қарай тағы да жұмысымызды жалғастырамыз. Ноутбуктарымызды кіреміз сайтқа. Кіреміз, орындаймыз. Орындауды бастанда. Жоқ. Так, қайда кіріп кеттім? Бұл жерде біз элементтердің протон, нейтрон, электрон санын анықтаймыз. Атом структураны қосамыз. Ал енді сіздерге тақтадан көрсетейін. Яғни кіреміз, міне бұл сайтқа. Үйретіп уже кестесін қорқынды. Какой нейтрон сандыран? Сонымен ал енді
мына кесте жылдам орындай қояйықшы. Атомдық структура дейді. Яғни элементтің таңбалануы, атомдық саны, массасы, протон саны, нейтрон және электрон саны анықтауымыз керек. Тақтаға кім шығады? Ал Әлімжан шыға ғой. Аяғым. Таңбалануы. Лейтер. Сөйлейміз. Атомдық массасы 7. 7. Протон саны 3. 3. Нейтрон. Электрон саны 3. 4. Отыра ғой. Келесі калий газын шығады. Ал мөлдір шыға ғой. Сөйлейміз. Қалай жазылады? Элемент. Калий. Сөйлейміз. Атомдық. Саны 19, массасы 39. Протон саны 19, нейтрон саны 20. 20-ны қайдан алдық? Атомдық массадан реттік санды азайттық. Электрон саны 19. 19 болып отыра ғой. Тамаша. Келесі. Алысын бұшауы. Келесі элемент бізде қандай элемент? Темір. Темір. Атом саны 26. Атомдық массасы 56. Протон саны 26. Электрон саны 26. Ал нейтрон саны 30. 30-ға тең. Ал жарайды. Сонымен ал енді орнымызда да отырып жаңа сайт бойынша жұмыс істеді. Қан жұмыстарын аяқтадыңдар ма балалар? Ал енді аяқтасында қазір қорытындысын көрейік, қалай орындаған екен. Ал Айкөркем кенішін баса ғой. Көрейік. Еще балалар? 10-ның 8 екен. Дәптерлеріңе түртіп алыңдар. 8 бал қан Айкөркем мен Әлімжанда көрейік. Қоя тұрыңдар. Біз қанша жаздыңдар? Жарайды. Ал. Неше? 10-ның неше дұрыс екен? 6 дұрыс екен. Дәптерлеріңе түртіңдер. Келесі күн бізде аяқтап болды. Ал Исламбекті Айкөркем екеуін көрейік. Ал финишті басайық. Қандай жауабы? 10-ның 10-ы. 10-ның 10 дұрыс екен. Және келесі оқушыны көрейік. Бұл бізде Арайлы мен Аяжанда да. Ешеуі дұрыс. 10-ның 10 дұрыс екен. И Ержандікінде көрейік. Яғни дәптерлеріне түртіп алдыңдар ма? 10-ның 10 дұрыс екен. Аяжан мен Арайлында. 10-ның 10 дұрыс екен. Тамаша. Ал енді бүгінгі сабағымызды қорытындай келе, мынандай тапсырма сіздерге сәйкестендіру тапсырмасын орындаймыз. Бұнда түсініктемелер мен анықтамалар арасындағы сәйкестікті табуымыз керек. Яғни бастапқыда түсінік берілген, ол жағында түсініктемен анықтамасы берілген. Ал оқып шығамызда кім шығады тақтаға? Мына тапсырманы сәйкестендірін табу үшін. Ал Арайлым шыға ғой. Тез-тез анықтаманы оқиық бірінші. Химиялық қасиетін анықтайтын заттың кіші бөлшегі молекула. Яғни бірінші, дұрыстап көрсетші. Химиялық қасиетін анықтайтын заттың кіші бөлшегі молекула. Отыра ғой. Келесі қол көтереміз. Ал Карина шыға ғой. Неге қатыспайсыңдар?
барлығымыз қол көтеруіміз керек. Білеміз ғой. Химиялық бөлінбейтін ең кіші бөлшек. Бұл атом екен. Так, отыра ғой. Көрсетуіміз керек еді. Яғни сәйкестігі 2-ге келесі ал Ильяс. Бұдан оқимыз. Атом элементтің атомның тұратын зат. Бір шетке тұрамыз. Бір шетке. Күрделі зат. Күрделі зат. Қайтадан оқыш. Әртүрлі элементтің атомынан тұратын зат. Күрделі зат. Күрделі зат. Келесі. Қалай жөн шыға ғой? Бір түрлі элемент атомынан тұратын зат. Бұл қайсы Бұл болады? жай зат. Жай зат болады екен. Жарайды. Отыра ғой. Бір шетке тұрып орындаймыз. Келесі. Ал Исмәпел. Анықталған атом түрі ол изотоп, химиялық элемент. Химиялық элемент екен. Отыра ғой. Және соңғысына ал ержан шыға ғой. Ядро заряды бірдей, бірақ атомдық массаларын әртүрлі бір элемент атомдардың түр өзгерісі изотоп атом құрылысы. Яғни бұл изотоп атом құрылысы деп аталады екен. Жарайды, жеткілікті. Ал сонымен сабағымызды қорытындылай келе, қазір енді соткаларымызды басамызда. Яғни бүгін сабақта нені түсіндік, нені білеміз, және не қолымыздан келеді деген тапсырманы орындай қояйық. Яғни жетістік сатысы. Және дәптерлеріндегі түртіп алған балдарымды соның астына жазыңдар. Бүгінгі сабақ барысындағы бағалауымыз. Енді сабағымызды аяқтай келе жетістік сатысы, яғни сабағымызға рефлексия жасай шыққаны. Яғни тақтада қарап отырсаңдар, білемін, түсінемін, қолымнан келеді деген жаңағы сатыларды белгілеп қойдым. Қазір біз сотка арқылы жаңағы сілтеме, Padlet сілтемесі бойынша кіреміз да, бүгінгі сабақ бойынша нені білдіңдер, түсініңдер, қолдарынан келеді, соны жаза қойыңдар. Кіреміз сайтқа. Жаңағы Padlet бойынша сіздердің бүгінгі сабақ бойынша нені біліп түсінгендерің және қолдарынан келетін жайлы ақпаратты жазыңыздар. Және төменде сіздердің жаңағы сайт бойынша жұмыс істеген балдарыңызда біз 2 тапсырма орындадық. 10 балдан 2 балл, содан жаңағы 20 балдан неше жаңағы балл жинағандарыңызды жазыпсыздар. Сонымен бір-екеуін оқып кетейін. Болат Исламбек жазыпты. Атом құрылысын жазу қолымнан келеді. Элементтің қалай оқылуын білемін дейді. 20-ның 20-сы дұрыс. Яғни сіздің сабағыңызға 5. Келесі арайлым жазыпты. Элементтік реттік нөмірін білемін. 20-ның 17-сі дұрыс екен. Яғни 17 бала алыпты. Сізге сабаққа 4 қоямын. Ержан не дейді? Элементтерді ағылшынша оқуын білемін. Протон, нейтрон, электрон жазу қолымнан келеді дейді. 20-ның 20 балы. Тамаша. Келесі. Карина не деп жазыпты? Резерфордты ұсынған моделін сала аламын дейді. Сайтпен жұмыс сала аламын, жасай алады екен. 20-ның 20-сы дейді. Айгүл, нейтронды табу қолынан келеді, элементтің таңбалануын білемін, изотоп жайлы ақпарат алдым дейді. Ильяс, мен протон, нейтрон, электронды табуды үйрендім дейді. 20-ның 16-сы. Яғни ол бізде 4. Ал сонымен балалар сабағымызды қорытындылай келе, бүгінгі атом құрамы, құрылысы және изотоптар бойынша қандай мағлұмат алдық? Ал айта қойшы Айгүл. Элементтердің таңбалануын білемін. Және ал сүйіну. Мен протон, нейтрон, электрон табуды үйрендік. Жарайды Айгүл. Изотоп жайлы ақпарат алдым. Изотоп жайлы ақпарат алдық. Ал Исламбек. Атом жайлы ақпараттар білдім. Яғни Резерфордтың моделін сіз аламыз депті Карина. Яғни бүгінгі сабағымыз сіздерде сабағымыздың мақсатына жеттік па балалар? Иә. Ал жарайды. Сонымен сабағымызды аяқтаймыз.